мен жаңа Ауғанстанда жаңа қызмет етіп жүргенде автобат дейді, жаңа автоколонна ғой бізде. Автоколонна, бір колоннаға шыққанда бір 60 шақты машина шығамыз. Сол мен енді автоколоннаның сол жаңа екінші ротасының старшинасы болдым ротаның. Ауғанстанның астанасы Кабулдан шықтық, қыс айында ғой. Содан жаңа перевал Саланг деген бар, Баграм деген жерден өттік, Жабали деген жерден өттік, жаңа перевал Саланг деген кірдік. Сол перевал Салангқа кіріп бара жатқанда қысты күн енді перевалдың үстінде жер тайғақ болады. Қар жауып кетеді да, жер тайғақ болады. Біз енді машиналар ол кезде ана Кабулға бара жатқанда біз үстімізде жүк болады да, қайтып келе жатқанда бос болады. Бос болғасын ба, машиналар жүре алмай, кептеліс болып, әлде тоқтап қалған жайы болады. Жолдың бойында елленіп жатқан жол енді жоғары қарай шығатын. Соның жол бойында бүйтіп тұрып қалған машиналар. Түнде жүре алмайды, шыға алмайды, жүрейін десе жүре алмайды. Сол кезде жаңа колоннадан шығып қарап шығам ғой енді. Ана жастар бар колоннаның ішінде, жаңа молодой солдаттар. Мен енді жоғарғы принциппін. Келе жатып бүйтіп қарасам, бұрақта келесем, бір машинаны қарасам, ішіндегі отырған жаңағы келгеніне тек бір 2-3 ай болған бір сарбаз солдат жоқ. Соны әрі-бері қарадым. Болмағасын сосын кетіп қалдым әрмен қарай. Колоннаның шетіне дейін барып, қайтып келіп, жаңа фамилиясын айтып, есігін қағам, жоқ. Машинаны бір қарайым, әрі қарайым, бері қарайым. Мына жағынан арылап келе жатыр. Арт жағына келіп қарасам, артқы дөңгелектің астында, артында жаңа тіркемесі бар. Дөңгелектің астында андай жерінде отыр екен. Бүктетіліп алыпты жаңа. Бүйтіп қарадым, ей, не істеп отырсың сен мына жерде? Орыс жігіті ғой енді, бірақ орысша айтып жатырмын. Не істеп отырсың сен мына жерде десем, жайлап тұрып маған бүйтіп басымен езгендей болды. Бірақ қараңғы ғой, дұрыс көрінбейді. Соны тұрып артыма қарасам, артымда сақалы мынадан бір қолында жаңағының автомат, жаңағына жас солдаттың автоматы. Екінші қолында өзінің автоматы, маған кезеп тұр бүйтіп қарап. Менің қолымдағы қаруым төмен қарай ұстап тұрмын. Сосын бүйтіп көзіне қарап тұрдым. Енді былай қозғалайын десем, арт жіберетін түрі бар. Тұрдым мен, не болса ол болсын енді. Келген жерім осы шығар деп. Сол кезде мына біреулер айтады ғой, өлімнің көзіне тікелей қарадым деп. Сол кезде бір өлімнің көзіне тікелей қарағандай болдым. Бүйтіп бүкіл өмірім, жас жігітпін ғой енді, ойланып тұрдым. Осы мен болған шығармын енді. Қалған шығармын. Айпырмай. Бірақ бір ойлап тұрған нәрсем бар, әжемнің баласым дедім ғой. Әжем жылайтын болды ау деп. Әжем күтіп жүр ғой мені. Әжеме қиын болатын болды ау деп. Сөйтіп тұрсам, анау көзіме тікелей бүйтіп қарап тұр. Көзден көзін алмайды. Сосын бірақта тұрды да бүйтіп. Көзін сүр жіберді, арт қарай бұрылды да, енді жайлап тауға қарай жүріп бара жатыр. Иығы енді бір еңгезердей жігіт енді. Енді бізден үлкендеу жігіт қой. Біз енді сол 20-дағы болсақ, сол кезде бір 40-дағы жігіт шығар енді. 30-дан асқан 40-дағы жігіт шығар енді. Тұлғалы бір, үлкен бір, кең ауырында кетіп бара жатыр екен. Ананың артынан тұрып, автоматының шүртпесін басып қалуға дәтің бармайды. Ұятың жібермейді. Жүрегіндегі иманыңмен ойлаймын, тектілік жібермеген шығар. Бармады. Өткені атпады ол мені. Ол мені аяды. Көзіме қарап тұрып бүйтіп, аяғаны, бейшара, елге бара бер деп қайта бер деген шығар. Бірақ жанында ана солдаттың автоматын алып кетті енді, екінші қолына ұстап. Сонда ананың сеніп тұрған көзін көріп тұрсыз ғой, сол көз бір ауырлау көз болды да, бірақ ішінде толған бір мейірімділік болды. Мен көбіне қазір адамдармен кездескенде көздеріне қараймын көбіне. Әдетім жаман. Көп адамның көзіне қараймын. Сол жаңағы көзді іздеймін көбіне. Сол жаңағы жігіт мені аяп кетті, жібере салды. Көзінде қандай мейірімділік. Бұрыла тұрып, артынан атпайтын да сезді. Кім біледі бірақ. Атып та жіберуі мүмкін ғой. Қорыққанымнан тіпті. Бір көзіме қарап тұрып, мүмкін мені оқып алды ма сол. Білді ма бүйтіп кім екенімді. Содан кетіп қалып, сосын қазіргі енді мына қоғамдағы салыстырмалы түрдегі айтқым келіп отырғаны ғой. Біз қазір қоғамда көзіне қарап тұрып, жақсылық ойлап тұрып, әй бауырым, болсын саған деп дейтін талай азаматтар бар біздің қоғамда. Бірақ бұрыла салғанда артынан ататындары қаншама. Шүртпесін бас жіберіп, шіміркенбестен
әр жағынан автоматтың очередіндей ат жіберетіндер қаншама. Қатыгездік деген міне осы. Анау соғыстағы қатыгездік, мен дұшпанмын оған. Ол ауған жерінде тұрып атқан адам. Мен оның жеріне келіп тұрған Совет үкіметінің солдатымын. Тарт жіберсе де мен жерде іздеп атқан мен ешкім жоқ. Бірақ сондай аянышпен, мейірімділікпен, мына әр жағындағы имандылықпен бір жасап тұрған ісі, ол мен атқан жоқ. Мен оның қалай атам. Міне қоғамдағы қазір түсінік. Атпайық бір-бірімізге. Қатыгез қатты болмайық. Неғұрлым мейірімділік болсын дейді.